Жала жабу белгілі бір адамның абыройына, дәрежесіне залал келтіретін көрінеу жалған ақпарат тарату. Бұл әкімшілік кодексте орналасқан. Сондықтан тек журналистер емес, кез келген адам жауапқа тартылуы мүмкін. Халықаралық стандарттар бойынша жала жабудың белгілері мынадай. Бірінші, ақпарат не көпшіліктің алдында, не бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған болуы керек. Екінші, таратылған мәлімет жаманатқа қалдырады, немесе адамның ар-намысына нұқсан келтіреді. Және де үшінші белгі ақпараттың жалған болуы. Сонымен қатар адам ақпараттың сенімсіз яки жалған екенін біле тұра не қасақана таратуы шарт. Егер де сіз осындай және осыған ұқсас белгілерді байқасаңыз, сіз жариялаған адам не мекемені сотқа тарта аласыз.